Достар, мини-курстың 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Бұл сабақтан сіздер криптовалютаны сатып алып сатуды, кнопкаларды басуды үйренесіздер. Және сіз енді бүгін алғашқы өзіңіздің ең оңай табысыңызды табасыздар. Ол үшін сізге биржаға ақшаңызды толтырып қою керек. Алдында айтып өткендей, мен Binance биржасының партнермін. Бұл биржа тек маған және мен шәкірттеріме арнап жақсы мүмкіндік жасап берді. Жай ғана жаңа қолданушылар бір рет қана сауда жасаса, осындай рулетка ойнаса болады. Және осы рулеткада сіз минимум $15, максимум $7000 ұтсаңыз болады. Және де Binance'ың сағаттары. Бұл рулетканы бір адам бір-ақ рет ойнай алады. Егер де сіз тағы да осындай сыйлықтар алғыңыз келетін болса, онда үйдегі адамдарға аккаунт ашып, осылай ойынға қатыссаңыз болады. Бұл биржа сіздерге алдағы уақытта бәрібір керек болады. Ал енді менің командам дайындаған видеосын мұқият қараңыз және дәл солай жасаңыз. Достар, қазір біз криптовалютаны сатып алып сатқанымыз үшін бонус түседі, $15-дан $7000 дейін. Қазір соны көрсетемін. Ең алдымен сіз Binance'ты тексеріңіз. Активы деген жерге кіріп, ақшаңыз қай жерде жатыр, соны тексеріңіз. Менде пополнение жатыр. Біз оны спотқа салуымыз керек, дайындап қойымыз керек. Перевод дегенге басамыз. Осылай из пополнения на спотовый кошелек подтвердить перевод. Все. Сізде қазір бастамай тұрып спотта мына ақшаңыз тұру керек. Менде қазір $50. Бізге не істеу керек енді? Қараңыз, видеоның астында сілтеме тұрады. Сол сілтемеге кіреміз, басынан кіреміз. Google Chrome деп таңдаймын. Қараңыздар, осы жерде біз в приложение деген таңдаймыз. Енді достар, бізде осылай шықты. Біз астына түсіреміз. Мына жерде торговля дегенді басамыз. Және бізде осы жер ашылады. Бұл не? Достар, бұл төбесіне қарасаңыздар, бұл спот. Спот дегеніміз біз мына жерде криптовалютаны сатып алсақ болады. Любой монетаны, биткоин, эфириум, солана, пепе деген любой монетарды алсаңыз болады. Мына жерде төбесіне бассаңыз, сізде басқа тұруы мүмкін. Мына жерде менде BTC деп тұр. BTC деген ол биткоин, оның короткий названиясы биткоин. Биткоин бағасы қазір $90,000. Үстінен бассам, сіз осы жерде любой монетаны тапсаңыз болады. Сізге именно биткоин керек. Биткоиннің аббревиатурасы BTC. Осы біріншін таңдайсыз. Сізде бәріңізде осындай тұру керек. Басқа монета тұрса, сіз биткоинға bitcoin/USDT дегенді таңдайсыздар. Енді не көріп тұрмыз? Мына жерде биткоиннің бағасы, мына жерде стакан, то есть ардыра, ол бізге керек емес. Мына жерде доступно деген жерде сіздің ақшаңыз жатыр. Мына жерде біз купить немесе продать жасай аламыз. Далее, мына кнопка дегеніміз ол сізде осылай тұру мүмкін. Ол керек емес. Бізге үстінен бассақ, бізге рыночный керек. Рыночный, вот. Енді қалай криптовалютаны сатып аламыз? Криптовалютаны біз любой, даже биткоин $90,000 болса да, біз оны $10, $20, $50 алсақ болады. Қалай аламыз? Қараңыздар, достар, осы Мейірман мырза айтқан акцияда қатысу үшін, жай ғана биткоинді сатып алып сатқаныңыз үшін жаңа пайдаланушы болсаңыз, сізге бесплатно $15-дан $7000 дейін бонус түсуі мүмкін. Қалай бұны қолданамыз? Сіз сілтеменен өттіңіз, дұрыс па? Өттіңіз. Енді мына жерде біз $100 объем сауда жасауымыз керек. Ол дегеніміз $50 сатып аламыз, $50 сатамыз. То есть $100 болады. Егер сізде $20 салсаңыз, сіз дәл осыны, мысалға $20 сатасыз, сіз осылайша 3 рет жасауыңыз керек. Мысалға қараңыздар. Оны қалай жасаймыз? Мынау ползунокты аламыз да, полностью жіберемін мен мына жаққа и купить BTC дегенді басам. Болды. Мен биткоин сатып алдым. $50 биткоин сатып алдым. Қайдан оны көрем? Сбережение деген жерде басам. Вот менде биткоин логотипі, названиясы. Үстінен басам. Қараңыздар, менде $51 биткоин сатыланған. 0.0005 биткоин. Мына жерде мен табысымды көрсем болады. Просто былай ұстап, мына жерде жата береді ол. Бұл ұзақ мерзімге алсақ болады. Любой монета, мысалға. Біз сіздерге қойта монета ал деп кеңес берсек, сіз осы жерге кіріп іздейсіздер, аласыздар. Вот. Мен қарасақ, қазір доступно деген жерде ақшам жоқ. Ол бәрі биткоинға кетіп қалды. Енді біз биткоин сатамыз.
Ол үшін біз мына жерде продать деген вкладкаға кіреміз. Осы ползунокты аламыз да полностью осылай жібереміз 100% деп. И продать биткоин деген басамыз. Болды, биткоин сатылды. И және обновить етсек, біздің ақшамыз міне доступно $50. $50 болған, $50 қалды. Енді қараңыздар достар, мен $50 алдым, $50 саттым. Менде общий $100 объем. Сізге именно $100 объем жасау керек. Осылайша достар, то есть сіз криптовалютаны осылай сатып аласыз, осылай сатасыз. Енді қалай біз промо акцияға қатыса аламыз және біздің ақшамызды қалай алсақ болады. Енді не істейміз? Қайта сол сайтқа кіреміз. Видеоның астында сол сілтеме болған ғой, сол сайтқа кіреміз. Снова в приложение деген басамыз. Қараңыздар, біз сауда жасадық. Мен $50 сатып алдым, $50 саттым. Осылайша менде $100 болды. $100 объем. Менде осы получить награду деген тұрады. Мен үстінен басам. Болды, менде бір билет бар. Мен төбесіне кірем, мынау go деген сөзді басам. Енді ойын ойнап жатыр, рулетка. Так, бұл примерно $20. Окей дейм, болды, осылайша мен криптовалютаны сатып алдым, саттым. И маған осы 2 күннен кейін, 48 сағаттан кейін, мына аккаунтыма маған $20 түседі, ол 10 000 теңге. И сіз алдыңғы видеоны қарап, осылайша Каспиге шығарып алсаңыз болады. Осылайша достар, сіз криптовалютаны сатып алуды, сатуды үйреніп алдыңыз. Және бонуспен сізге осы активность жасағыңыз үшін, жаңа пайдаланушы болғаныңыз үшін сізге осы Binance, біздің серіктесіміз $20, мысалға мен $20 ұттым, маған $20 2 күннен кейін мына жаққа түседі. И мен шығарып алсам болады Каспиге. Мен дополнительно тағы үйдегілерді 4-5 адамға жасасам, мен $100 тапсам болады. Без вложений мына жерде ешқандай ақша кеткен жоқ, просто сатып алдым, саттым. Болды. Құттықтаймын сіздерді. Егер сіз мұнан дұрыс жасасаңыз, сізге де 2 күннен кейін түседі. Достар, табыстарыңыз құтты болсын. Енді сіздің сол табысыңыз 2 күннен кейін түседі. Білемін, түсініксіз, 1-2 кнопканы бассыңыз, жеңіл ақша таптыңыз, бірақ ары қарай барлығы түсініксіз болса, уайымдамаңыз. Алдағы уақытта бұл саладан мен тұрақты қалай ақша табуға болатындығын үйрететін боламын.